Сәлем, Мария. Қалайсың? Туған күніңмен. Бірдір екен, негізі видеомен құттықтаған. Осылай құттықтау бұйырған екен осы жылы. Ең алдымен туған күнің құтты болсын, денің сау болсын. Сен де қыздың тәрбиешісі болғаныма ең бірінші Аллахқа шүкір етемін. Өйткені жүрегің кең, әрдайым маған көмектесетінсің, әрдайым уайымдап жүретін жанымдағы ең көмекші болған қыздарымның бірісің. Маған жүрегіңді ашып, ол жерде бір орын тағайындап, орналастырғаныңа ең бірінші алғысымды айтқым келеді. Өйткені ең таза, ең шынайы махаббатпен мені қабылдаған адамдардың бірісің, оқушылардың бірісің. Сені қатты жақсы көрем. Жай ғана емес, Аллахтың разылығы үшін жақсы көрем. Өте қуаныштымын бірге, бір мақсатта, бір жолда жүріп келе жатқанымызға. Сол үшін Аллахқа көп шүкір етем. Дұғаларыма қосып жүрген жандардың бірісің. Әрдайым жүрегімдесің. Не айтам? Шаршамай, талмай, тура жолда, Аллахтың жолында еңбек етуіне, қызмет етуіне тілектеспін, дұғадамын. Отбасың, бауырларың аман болып, сенің қуанышыңды көріп жүре берсін. Бақытты бол, және әрдайым айтатынымдай, өзің де бақытты және өзгелерді де бақытты ететін құлдардың қатарынан болуыңа тілектеспін. Сол сені жақсы көрем. Білмеймін, енді жүрегімнен шыққан шынайы тілек болды. Ештеңе дайындамадым, записки ештеңе жазбадым. Алдымда отырсаң, осы тілектерді өзіңе айтатын едім. Шүкір, енді жақын уақытта кездестік. Көргеніме қатты қуанышты болдым. Жақсы көрем. Алдағы уақытта тек сенің қуанышыңды көріп жүруді нәсіп етсін. Тілекпен, сен сүйікті абла.